Елордадағы стрит кофеханасы әлеуметтік желі қолданушылары тарапынан үлкен сынға ұшырады. Бірақ олар желі смарт кофе қолданушылары таққан айыптауға мүлде қатысы жоқтығын айтып әлек. Мәселе Глинскийдің 2022 жылы қаңтар оқиғасына қатысты резонансты мәлімдемесінен кейін сынның астында қалған еді. Қазақстанның бұқаралық ақпарат құралдарында жеңістің 80 жылдығына орай Путин Украинамен бітімге келгісі келетінін хабарлады деген ақпарат шыққан. Глинскийдің соның астына былай деп жазба қалдырыпты. Енді оны атпен күтіп аласыңдар ма? Сіздер тіпті бізсіз мемлекеттік төңкерісті де тоқтата алмадыңдар ғой, жауынгерлер, деп жазған болатын. Жағдайды ушықтырған нәрсе смарт кофенің Instagram парақшасының атауын күтпеген жерден Street Coffee World деп өзгертуі болды. Әлеуметтік желі қолданушылары мұны елордалық Street Coffee брендімен шатастырып, қазақстандық кофехананың парақшасына жаппай наразылық білдіріп, жағымсыз пікірлер мен айыптаулар жаза бастады. Street Coffee бұл жағдайға ресми түрде жауап беріп, өздерінің Евгений Глинский не смарт кофе желісімен ешқандай байланысы жоқ екенін мәлімдепті.